Әрине үйлену керек маған да. Бекарыс, атаның қасына отырып тамақ ішіп ал. Не істеп келдің? Не істеп келдің? Я кешке дейін осындай уақытқа дейін ойнаймын, не? Бұл баласы болса да жарайды дейді. Мәне Бекарыс. Бандит, қалай жағдай? Уағалейкум ассалам. Қалайсың? Жақсы. Қайдан не істеп жүрсің? Тағыдан келдім. Тағыдан ойнап келдің ба? Суық па далада жылы? Суық, кешкі салқын ғой, уже беті қатып қалған ғой. Бар тамағыңды ішіп атамен бірге бар. 3 сағат жүрмін. Көп пе? Сол жақта тұр. Кухняда. Қақалды? Мен тұрғатсың? Айран ғой. Ай, не болды? Ол болсын сәлем. Сөйтіп тағыдан не болды? Үйде жігіт жоқ. Ашылмайды. Ұят. Кім? Қонақ келіп жатыр ма? Жоқ, анау ручкалар істемейді, туалет пен ваннаның ше. Істеп қойып. Ол істейтін адам болмайды ма? Соны істейтін адам жоқ, сонымен құлтанып қаламыз, ішке кім кіреді? Туалетке кіріп баратсаң да, мен туалетке кіріп баратырмын. Ваннаға кіріп жатсаң, мен сыртына қағазбен жазып кетеміз, ваннада адам бар. Қыздаттыңыз ба дейді. Ойбай, құрсан. Мына жігіт кім екен, мен жаңа келдім эфирге дейді. Менің атым Әділет болады. Қош келдіңіз. Жігіттерің көп емес па дейді, құрсын. Осындай әңгімелерден кейін қалай эфирге болмаса сторис, анау инстаграмды өшіріп тастағым келеді ғой, құрсын. Мен сіздер Бізді арасында көріп тұрамыз тойларда дейді. Рахмет, Алтаева. Мен де тойға барғым болып кетті. Сен продюсер болсаң жүресің ғой қасымда. Болды. Ақшаны санап. Керемет. Сізде еңбек қор. Аумин жандарым, сол жан сезім, рахмет. Үстіп, көңіл күйімді көтеріп қойыңдаршы. Жақсы сөздер жазатын адамдардан айналып кетейін. Мен қалай істейтін адам. Асан, пожалуйста, не пали контору, а? Я молодой. 30-ға толайындатсың ба, не? Кім? Сен. Кім айтады оны? 30-дан асып кеткен жоқсың ба? Жоқ. Мен көшіп келгем ғой Нүкістен. Болғасын қайтып жатырмын дейді. Қачан үйленесің дейді. Кімге сұрақ қойып отырсыздар? Сұрақтарыңызда адам атын Екеуміз де бойдақпыз, сен де бойдақ, мен де бойдақ. Бойдақтар жасасын. Ойла, үстіндегілерін оқи алмай қалып жатыр. Ол болсын, Әділет Ақтауға келмейсіңдер ма дейді. Кеттік, Әділет, ертең Ақтауға барып қайтайық. Болды, күтіп алсаңыз жолда. Бектар күшті неше. Боянбаған түріңді білесің ғой? Ужас екенін білесің ғой? Жоқ. Всегда дейміз ғой. Не деген комплимент, рахмет. О, дейді, Гүлсара, сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Сәлем, достар, қалдарыңыз қалай? Не деп жатсың? Жұмыста отқан сол жаңа. Бастық шығып өткен ғой, нәқті. Жұмысқа адам керек емес па? Всегда адам керек қой жұмысқа. Менің туған інімді алшы. Болды ғой, хабарласы. Мен всегда, біз ақырында компания болғансын, всегда жұмыстар керек, жұмысшылар керек. Договормен ғой да? Договормен, е? Что там өзінде не жаңалық? Не істеп жатырсың? Қалайсыздар? Ау? Өзінде не жаңалық? Жаңалық жоқ, сол үйде. Үйде? Сен Аяжан, сәлем. Апа деп қақты айтады. Апа, білмеймін. Апа деп қақты айтады. Батыста айтады шығар мүмкін. Бізде Шымкентте апа деген апаларды әжелерді айтады ғой. Шымкентте ағаларды тәте дейді. Мен білемін.
алдында кімді көргенмін айтпақшы. Мусаны көргенмін. Жүрмейтін жер жоқ оның. Біздің неге келіпті, залға келіпті. Мен Алматы аренаның ішіндегі залға барып жатырмын ғой. Одан кейін айтты ғой. Басқа залға барып жүрмін дейді негізі. Мен жасыма тиіспеңдер. Менің жүрегім жас. Сәлем. Комментарий көрінді ма қайттан? Көрінді қазір, бірақ көрінбей қалады. Қалайсың дейді Жаслан. Жақсы. Жақсы. 2 қабатсыңдар ма дейді. 3 қабат, біз 3 Я қабат. знаю вас шутканы. Что, как там, кстати, Хорлан как? Сара как? Он 8 болды. Да, он 8 болды. 2 қабатсыңдар ма деген не сұрақ? Екі қабатсыңдар ма деген қалай түсінсе болады? 3 қабат біз десе болды ғой. Ақниет, Жансұр рахмет. Мен де сіздерді жақсы қабаттан. Баука, отырмын сол үйде. Все хорошо дейді. Ойлана Что-то Асан дома? сағым кеттік сен дейді. Құралай жүрмін ғой. Дома. Сторис шыға алмай жатыр. Ербол, запрошуешь, Ербол? Иә, құрт жеп отырмын. Екеуміз бірге отпағамыз, Әділет менің алдымда отқан. Қаяқта отқан? Қосылаяқта. Қалауымда. Привет всем, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ербол, запрошуешь? Қалай жүрміз? Петропавлға жалын сәлем. Mesela. Я дома собираюсь уходить дейді. Я дома собираюсь выходить. Куда собираешься, Асан? Көшейін деп жатырмыз бүгін дейді. Ой, қақа. Да ну. Заттар жинап дейді. Да ну. Қызымды Там алып адам бар ма? Қызылордаға жалынды сәлем. Жанка, Жаннат, привет, Жаннат. Да, Ербол, мен саған попозже хабарласамын да. Титаник. Не ол Титаник деген? Қойшы, мен Титаник жаққа көшейін деп жатсың ба? Бар ғой, ЖК Манхэттен жақ. Да, бір жерге көрсетеді. Как дети ол болсын дейді. Жақсы. Ержанаға иә дейді. Ержанаға сәлем айтсам. Мен что, босап жатсам хабарласам ғой? Вы вообще классный человек дейді. Бага, спасибо, ол болсын, ойын өтпей кеттің ғой дейді. Я жақсы, Жанат, өздеріңіз қалайсыздар. Ойын өтпей кеттім, я, достар. Ойнатам жақында. Қарақалпақстанға жалынды сәлем. Енді не кеп кетсін, 340 мыңға квартира қарап дейді. Ойбой. Рахмет, жігіт қай жылғы дейді. 99. Қай жігіт? Пожалуйста, сұрамаңыздаршы. 25-те ғой, Әділет 25-те. Блин, мұздай ішіп тамағым ұстақ қалды әні. Кстати, менікі недавно ауырды ғой, тоже солай суық су ішемін деп. Солай суық ішпейік десек те ішіп қоямыз. Хамзина, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар. Это ваш жених дейді? Я вообще-то не женатый человек. Білмеймін, бірақ мен қазір жұмыс істеп жатқан, просто басқа шығып кеткеннен соң өзінше ерігіп прямой эфирге кіріп жатқан ғой. Извините, что справилась дейді. Справилась дейді. В общем, ошиблась деген шығар, наверное. Ошиблась, наверное. Біз доспыз, достар, біз доспыз. Әділет екеуміз доспыз. Қатып жат. Біз екеуміз доспыз.
Өзіңізді күтіңіз, ауырмаңыз дейді. Жандарым сол, рахмет. Күшті, сен оқырмандарың күшті екен негізі. Жандарым сол. Қырғызстанға жалындаймын. Негатив жазатындар бар арасында. Болады ондай адамдар. По-любому болады. Қырғызстаннан салам дейді. Қырғызстан, кстати, салам. Менің Қырғызстан жақсы досым бар, Данияр Шопокбаев деген, ол әнші жігіт. Так что Алина Стикна. Қырғызстан. Негізі үйленбеген жігіттер қарайды дейді. Ойбай, үйленбеген жігіттер керек емес. Все, Ербол, мен звондаймын саған босаған кезде. Үйленбеген жігіттер қарау, бірақ олар шандай болады. Болмайды негізі. Олар ажырасқан, баласы бар, балдар шағасы бар. Келіншекті түсіну қиын. Оңай деп ойлайды басында. Жалпы әйел адам түсіну қиын сияқты менің ойымша. Әйел адам түсінуге болады. Сендер өзің түсінбейтін әйел адамдармен жүресіңдер да? Қой, мен деген просто так жүрмеймін. Достықтан дейді. Негізі достар, қыз бен жігіттің арасында достыққа сенесіздер ма? Мен сенем. Менің өйткені достарым бар, жақсарласамыз, әйтеуір бірдеңе көмек керек болатын болса, алло десең болды, сондай жүріп келетін достарым өте көп. Бірдеңе жағдайға бір көмек керек болатын болса, әрдайым қол ұшын беріп тұрады. Негізі да қыз балаға қарағанда. Кім Ульянаны түсіну қиын дейді. Жақсы. Ульянаны мықты поддержка бердің ғой. Ульянаны түсіну қандай. Мен түсінбейтін не бар? Мен түсінуге болады. Осы мысал мен неге ән айтпай кеттіңдер? Ән айтамыз, достар, біз. Просто той жоқ та. Тойға заказ береміз десең. Той болып жатса болады. Маған хабарласыңыздар, Ульянаны тойға шығарамын. Әділетке хабарласыңыздар. Әділет менің продюсерім болайын деп, клип түсіріп берейін деп жатыр жақында. Авторский әндер жаздыртып жатырмыз. Так что хабарласыңыздар. Бурулка дейді. Басқа не жаңалық, Әділет? Жаңалық жоқ, сол жұмыс үй шыны керек, уақыт табылмайды. Айгүлікпен араласам, достар, араласам. Араласам деп айтты ғой маған. Оласын тұрмыс құру ойында бар ма дейді. Бар, Құдай қаласа. Басқа ойында тағы не бар? Жалғыздық тек Құдайға ғана жарасқан деп әңгімені өлтіріп кетсең. Енді достар, ойласаңыздар, қалай ол тұрмыс құрмай өмірден өтетін? Ертең балаң өсет, келіншек алып ол кетеді, қызың өсет, тұрмысқа құрып, ол кетеді деген сияқты бір сырласатын, мұңдасатын, жанында бір әй деп шай ішіп отыратын адам керек қой. Айгүліктің баласын 40-тан шыққан кезде көрінбедің ғой, бара алмадым өзі. 3-ші рет па дейді. Құдай қаласа маңдайымызға жазған болса, маңдайымызда біреу тұрса енді, конечно, болады ғой. Любой адам болады. Олсын, жақсы қыз ғой. Алла бұйырса, тұрмысқа шығып кету әбден мүмкін, сол себепті де. Олсын, сүйінбеш. Тілектер айтып, жақсы дұғада болыңыздар. Тұрмысқа шығып кетсін. Рахмет. Мұсанна үйіне шақыра бересің дейді. Қаршы шақырдым, Осман істеген шақырдым ғой кеше. CV кім Асхат дегенге. Саны білмеймін. Сенің адамдарың Мұса мен Айгүліктер сұрай береді ма? Иә, екеуі. Не жан подружкаларым ғой. Үйіне баласын больницадан шығып.
Адыңыз ғой дейді. Әділет аға үйленгенсіз ба? Әділет ағалардың басы бос. Дұрыс, әрине тұрмыс құрған жақсыға жарға, өзіне адал жарға дейді. Баука, иә, дұрыс айтасыз. Бір болайыққа барсай, ол болсын әдемісің дейді. Мен көрдім ба, негативтер келді. негізі жақсы адамның аузынан жақсы сөздер шығады дейді ғой, сол себепті әр адам әртүрлі сөйлейді да. Бәрі сені мосаға көрші дейді, сондай ма дейді. Ол жағын білмейді екенмін даже. Мен қай жақта тұратынын да білмеймін ғой. Не дейді? Мұса сенің көршің дейді, сол рас па деймін ғой. Менің алдыңғы тұрған квартирам бар ғой, бір бөлмелі квартира. Сол жерге көшіп келген ол. Ол болсын, өте адал қыз, ренжітпе продюсер мырза дейді. Продюсер мырза. Мені ренжітпе продюсер мырза. Естің ба? Мен жалпы адам баласын ренжітпеймін. Әділет бабник. Мынау қыз. Сіз точно мені танымайтын адамсыз ау деймін. Ең адал өте андай жан екен да, қарапайым, ашық ше. Қыз бала ғой, мен сияқты қыз баланы сыйлайтын адам болса, онда керемет болады. Мен деген андай немесін, бабник деген нәрсені жалпы өзінің дүниені жақтыртпайды. Спасибо. Сол бұрынғы үйіңе жақын тұрасың ба дейді, иә. Сіздің талғамыңыз қандай жігіт? Бұрын үйленген жігіт пен мүлдем үйленбеген жігіт дейді. Үйленген, үйленбеген деп ажыратпаймын, бірақ сана сезіміне байланысты ғой жігіттің. Ұзаққа кетер емессің ғой әлі дейді. Ойбой, жандарым-ау, тізе шығып кеткен әңгімені айтпаңдаршы, өтініш. Не ғой, жігіттер, қыздар, егер сіздердің Мұса туралы қызық болса, Мұсаның парақшасына кірсеңіздер. Иә, Мұса туралы жазбаңдаршы, өтініш. Ол жаңағы тойда дуэтпін, бірге өлең айтамыз. Досым, інім, жерлесім. Мұса жақсы жігіт болсын, жақсы қыз. Жалпы жақсы адам болады, жақсы сөздер жазайық. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым. Өте дұрыс дейді. Мынау көбісі қалауымды көп көретін адамдар ғой, да? Нешеге дейін істейсің жұмыс? Сағат 8 болды. істей беремін ғой мен. Ойбай, өзің болмасаң деймін. Фейк аккаунт ашып аузың еген өтті бермеш, өтініш. Әлібек, қалай Әлібек? Әлібек деген кім? Әлібек деген кім? Құрсын, Әлібек деген танысым жоқ. Әйгілік, ол болсын, өте әдемі тәрбиелі адам. Ол болсын, қалайсыз? Жақсы, Аллаға шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Да, Алла бағыңызды ашсын дейді, амин. Ойдан құрап, ешнәрсе айтпай қойыңыздар, достар. Жаңағыда не ғой, көріп, біліп, сосын кейін айтыңыздар, хорошо, көп нәрсені. Рахмет. Балапандарыңыз аман болсын дейді. Рахмет. Қызғанып отырсың ба дейді. Кім? Ешкімді қызғанып отқан жоқ. Бетіңіз таза күшті дейді. Достар, бұл эффект қой. Менде де эффект бар, атақта. Просто шынайы түрмен отырайын. Шынайы түрмен отыратмаса, адам жарысы қашып кетеді. Неге жасыға жылым дейді. Білмеймін, просто айтқым келмейді жасында. Жоға, бұлай бетімді бұлай әжім не жоқ, достар. Ойнап айтам, эффект болса да енді боянсақ осындай болам мен. Жалпы әйел адам барлығы өзі бір әдемі болып келеді ғой, ерекше. 93 қой, братишка дейді. Без эффект таза ғой дейді. Иә, таза ғой, просто боянып отырайын деген. Сіздерге бір приятный болсын деп ше.
боянбай отсам ойбай уля не күткесін деп айтатын шығар. Болсын тәте сізді жақсы көремін дейді. Айза рахмет, мен де сізді жақсы көремін. Жасы 40-та дейді. Таптыңыздар, жасы 40-та. Иә, мен жасым 40-та. Қартайтып жүрдіңдер. 40 жаста да нәсіп етсін. Мен продюсерімді қартайтып жүрдіңіздер ғой. 40 жасқа да келейік, Алла нәсіп етсе. Рахмет, Айгера. Көрген шынмын дейді. Екеуінің арасында несі бар? Не бар? Андай құрметті достар, андай қалауын көретін адамдар ондай интрига создавать етпеңіздерші, Рейма. Это вам осылай. Арамызда бірақ бар, айтпаймыз оны. Дос қой, дос. Жігіт симпатичный. Спасибо, очень приятно. Бұл Әділет деген досым. Ақтауға Сәлем Ақтауға да. Рахмет. Болсын, әпсі красавица. Қандай салма талғамыңыз дейді. Талғамыңызда қыз қандай? Талғамында қыз ба? Иманды тәрбиелі болса екен. Айгера рахмет. Сол. Я думаю, ему 25-30 дейін жасы дейді. Ну, примерно, да. 25-30 аралығы өтеді. Осы айқын 1 маусым баласы ғой. Мен сол кезде осыларды көретінмін ғой. Отырып ал. Әділет, сәлем, симпатичный дейді. Сәлем, Айка. Сөйтіп, баламен қабылдайсыз ба дейді. Менен сұраватсыз ба? По-моему, сен сұрап жатыр, иә. Сіздің балаңыз бар ма, Айка? Ажырасқансыз ба, не? Қанша балаңыз бар? Қарақалпақстаннан сәлем дейді. Сәлем, Қарақалпақстан. Ол қалайсыңдар дейді. Жақсы ағайып өзің қалайсың? Маған шықпай қалды. Қарағандыдан сәлем, продюсер мырза. Сәлем. Продюсер мырза. Бүгіннен бастап мен продюсермін. Бұрын тұрмыс құрған адамға қалай қарайсыз дейді. Жақсы қараймын. Мен жалпы көп нәрсеге дұрыс қараймын. Қанат есташай. Давайте қосылайық деген, бір болайық деген сондай бағдарлама туралы айтпай қойыңызшы. Басқа әңгіме айтыңыздаршы. Қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма? Не істеп жатсыздар демалыс күні? Қыз бен жігіттің арасында достық болмайды ғой, барлығы достықтан басталады дейді. Жалпы білмеймін, мен өзім достыққа көп сене бермеймін. Бірақ өзің араласатын адамдар болады. Ал Уляна сенемін дейді. Болады анандай қыз бен жігіт дос болып жүріп, жақсы дос болып жүріп, арасында я біреу жақсы көріп қалуы мүмкін. Или қыз, или бала. Дұрыс па? Үміткер қалдан ғой. Үміткер болғанда қандай үміткер? Мен де қосылайық деп отқан жоқпын ғой. Өмірде мен басым болды, мен айттым ғой. Басым болды.